Ассаляму алейкум баршаңызға. Бүгін осындай жұмсақ пицца пісіретін боламыз. Ең алдымен жылы суымызды құйып аламыз және оған тұзымыз бен шекерімізді саламыз. Жақсылап араластыратын боламыз. Шекеріміз бен тұзымыз ерігенше араластырамыз. Енді дрожжымызды саламыз, яғни қопсытқышымызды, және сұйық майымызды құямыз да жақсылап араластырамыз. Одан соң ұнымызды саламыз. Ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымыздың үстінен 2 үлкен қасықтай сұйық май құямыз. Сонымен илейміз, өте жұмсақ болып шығады. Дайын болған қамырымыздың бетін пищевой пленкамен жауып, жарты сағат 1 сағат көлемінде жылы жерде ұстаймыз. Сонда қамырымыз көтеріледі. Мінекей қамырымыз көтерілді. Енді бөліктерге бөлеміз қамырымызды. Менде 3 бөлік шықты. 2 бөлігін қойып қоямыз, 1 бөлігімен жұмыс жасайтын боламыз. Енді қамырымызды жайып аламыз. Қолмен де жайсаңыздар болады. Дайын болған қамырымызды пергаментный қағаздың үстіне қойып, жақсылап жайып жібереміз. Қамырымызды қызып тұрған пеште 1 минуттай пісіріп аламыз. Вилкамен қамырымыздың бетін тесіп шығамыз. Себебі қазір қамырымыз көтеріліп кетпеу үшін вилкамен тесеміз. Көп пісіріп қоймаймыз, себебі пиццамыз қатты болып қалады. Енді соусымызды жасайтын боламыз. Кетчупымызды құйып аламыз және оған томатымызды саламыз. Ыстық суымызға тұзымызды салып, ерігенше араластырамыз. Сосын оны жаңағы соусымызға құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң оған кориандр және петрушка приправаларын құйып аламыз. Сұйық майымызды да құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей оңай соусымыз дайын болды. Енді жаңағы 1-2 минут піскен қамырымыздың үстінен соусымызды жақсылап шет-шетіне дейін жеткізіп жағамыз. Сосын сырымызды саламыз. Енді шұжықтарымызды қойып шығамыз, яғни колбасаларымызды әдемілеп қоямыз. Пиццамызды 5 минуттай пісіріп аламыз. Қатты пісіріп қоймаңыздар, қатты болып қалады. Мінекей пиццамыз пісіп шықты. Енді осылайынан кесіп аламыз.